Бәріңізге сәлем достар, бүгін сіздерге лаваштан тез дайындалатын таңғы астың рецептін ұсынамын. Алдымен лавашты 4-5 бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін лаваштың дәл ортасына ірімшік, колбаса, қайтадан ірімшік орналастырып, оны конверт қылып 4-ке бүктейміз. Екі жұмыртқаға шым-шым тұз салып араластырамыз. Дайын тұрған конверттерді жұмыртқаға барлық жағынан аунатып алып, қызып тұрған майда екі жағынан қызартып қуырамыз. Таңғы асымыз дайын, өте тез және оңай дайындалады. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.